Сәлем достар, сіздермен Қарлығаш Сапаралықызы. Бүгін папа кекс жасайтын боламыз. Бар жағы 3,5 минутта ғана дайын болады. Ол үшін творогты жақсылап вилкамен осылай мен сияқты езіп шықсаңыздар болады. Или мягкий творог қоссаңыздар болады оның орнына. Осылай бір жұмыртқаны салып, сосын папа ұн қосамыз 2 үлкен қасықпен. Менде рыжаная мука. Одан соң үстіне сүт қосамыз. Менде 2,5% сүт. Сүтті 3 қасық қосамыз. 3 қасық қосып болғасын. Одан кейін ас содасын қосатын боламыз. Ас содасын кішкентай қасықпен жарты қасық жетеді. Барлығын қосып болғасын жақсылап араластырып, бір қалыпты болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл тестаны ыдысқа жақсылап майлап әдемдеп, бір қалыпты етіп әдемдеп салып шығатын боламыз. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетеміз. Күнде мен осылай папа рецептер салатын боламын. Сіздерге қай уақыттағы тағамдар ұнайды. Соны айтып өтіңіздер. Осылай микроволновкаға 3,5 минутқа салып қоямыз. Өте әдемі болып көтеріліп, өте жұмсақ болып піседі. Піскенін зубочистка арқылы білсеңіздер болады. Сосын безендіру үшін мен шоколадпен кішкене сахарный пудра септім үстіне әдем болу үшін. Сіздер жаңғақпен или болмаса қалаған әдеміліктеріңізбен әдемлесеңіздер болады. Ас болсын!